Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы емханада. Тема сегодняшнего урока в поликлинике. Бүгінгі сабақта жаңа сөздермен танысасыңдар, мәтіннің түрін ажыратуды үйренесіңдер, рөлдік ойын ойнайсыңдар. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Емхана. Емхана. Дене қызуы. Дене қызуы. Дәріхана. Дәріхана. Әңгімелеу. Әңгімелеу. Қабылдау. Қабылдау. Өлшеді. Өлшеді. Науқас. Науқас. Жаңа сөздермен сөйлемдер құрастырайық. Составим предложение с новыми словами. Емхана – это поликлиника. Мен емханаға бардым. Я ходил в поликлинику. Мен емханаға барамын. Я пойду в поликлинику. Обратите здесь внимание на окончание слов. Бардым. Дәріхана – это аптека. Дәріханада дәрілер бар. В аптеке есть лекарства. Мен дәріханаға барамын. Я пойду в аптеку. Дене қызуы – температура тела. Дене қызуы көтерілді, поднялась температура тела. Дене қызуын өлшеді, измерил температуру тела. Қабылдау – это прием. Дәрігердің қабылдауы – прием врача. Дәрігердің қабылдауында болдым. Я был на приеме у врача. Бірінші тапсырма. Тыңда, жұмбақтың шешуін тап, сұраққа жауап бер. Первое задание. Послушай. Отгадай загадку. Ответь на вопрос. Медбике мен дәрігер таңнан жұмыс істейді. Бар көмегін аямай, науқастарды емдейді. Кім айтады? Бұл қай жер? Как вы думаете? Эта загадка переводится так. Медбике – это медсестра. Медсестра и врач. С утра работают. Не жалея помощи, лечат больных. Кто скажет, какое это место? Сен ауырғанда қайда барасың? Дұрыс, емханаға. Жұмбақтың шешуі емхана. Екінші тапсырма. Оқы, сұрақтарға жауап бер. Второе задание. Прочитай, ответь на вопросы. Емхана, поликлиника. Бүгін Әлібек мектепке барған жоқ. Сегодня Әлібек не пошел в школу. Оның басы ауырды. У него болела голова. Дене қызуы көтерілді. Поднялась температура. Ол емханаға барды. Он пошел в поликлинику. Дәрігердің қабылдауында болды. Он был на приеме у врача. Дәрігер қызуын өлшеді. Врач измерил температуру. Дәрі жазып берді. Выписал лекарство. Әлібек дәріханадан дәрі сатып алды. Әлібек купил лекарство в аптеке. Теперь на эти вопросы нужно найти ответы в тексте. Әлібектің қай жері ауырды? Әлібек қайда барды? Дәрігер не істеді? Әлібек дәріханадан не сатып алды? Тип этого текста – повествование. Повествование рассказывает, что произошло. Значит, на казахском языке мәтіннің түрі әңгімелеу. Үшінші тапсырма – рөлдік ойын. Третье упражнение – ролевая игра. Дәрігердің қабылдауында. На приеме у врача. Прочитайте с одноклассником. По ролям. Науқас – это пациент. Дәрігер – врач. Науқас. Кіруге бола ма? Дәрігер. Кіріңіз, отырыңыз. Сәлеметсіз бе, дәрігер? Сәлеметсіз бе? Қай жеріңіз ауырып тұр? Басым, тамағым ауырып тұр. Қане, тамағыңызды қарайын. Қазір мына дәріні алып ішіңіз.
2 күннен кейін қайта келесіз. Рахмет, сау болыңыз. 4-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, көшіріп жаз. 4-е упражнение. Вместо точек ставьте нужные слова и перепишите. Ауырсаң кімге барасың? Когда заболеешь, кому пойдешь? Тіс ауырса, нужные слова написаны внизу. Подумайте. Теперь проверяйте себя. Тіс ауырса, тіс дәрігеріне барамын. Көз ауырса, көз дәрігеріне барамын. Құлақ ауырса, құлақ дәрігеріне барамын. Дәрі керек болса, дәріханаға барамын. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.